Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар. Біз бүгін Абылхан Қастеев атындағы өнер музейінің кезекті онлайн сабағына шақырамыз. Бұл шеберлік сағатымызға натюрморт ретінде бөлмеде өсірілетін фикус гүлін таңдап алдық. Бізбен бірге шеберлік сағатына қатысамын деушілерге жол ашық. Ең алдымен нысанамызды қаламмен кенеп бетіне орналастыруымыз керек. Кейде қаламсыз бірден бояумен орналастырса да болады. Ендеше кенеп бетінде қандай түстерді көрсек, сол түстерден бастап бояймыз. Суретті салу кезінде берілген нысаналарды жалпы алып жүру керек. Мысалы, кішкене ыдысымызды, артынан гүлімізді, сосын фонын, кейіннен қайта ыдысымызды жазып отырамыз. Керекті түстерді палитра бетінде араластырып дайындаймыз. Сурет салу кезінде адамдардың ойлауы, қиялы, ұсақ қол моторикасы, көру және қозғалыс анализаторлары жақсы дамиды. Сондай-ақ түсті, пішінді, ритмді ажырата алу қабілеттері пайда болады. Натюрморт. Француз тілінде натюрморт өлі табиғат деген мағынада. Бейнелеу өнері жанрының бірі. Бізді қоршаған ортадағы түрлі тұрмыстық заттар мен жеміс-жидектерді, өсімдіктер мен тағамдарды бейнелеу. Бейнелеу өнерінің басқа түрлеріне қарағанда, натюрморт суретшіден өзі кескіндейтін нәрсені табиғи қалпында дәлде нәзік жеткізуді талап етеді. Натюрморттың алғашқы белгілері ежелгі шығыс, Рим, Грекия өнерінде көрініс тапқан. Натюрморт жанр ретінде 16 ғасырдың аяғы мен 17 ғасырдың басында Голландияда пайда болды. 19 ғасырда өмір сүрген атақты суретшілер Гойя, Делакруа, Курбе, Мане, тағы басқа да суретшілер натюрморттың өркендеуіне атсалысты. Кейіннен Матистің фамизм, Пикассоның кубизм сияқты ағымдарындағы суретшілермен қатар Мексика, Италия шеберлерінің еңбектерінен де натюрморт көрініс тапты. Натюрморт Қазақстан суретшілерінің арасында да өз орнын тауып келеді. 1960 жылдардағы Али Жүсіповтің Шыны аяқ, 1966 жылдардағы Айша Ғалымбаева Дәмді шай және Салихиддин Айтбаевтың Кітаптар, 1967 жылдардағы Жаңатай Шарденовтың Домбырамен натюрморт, 1974 жылғы Тоқболат Тоғызбаевтың Қарбыз бейнеленген натюрморт, Кенжебек Дүйсенбаевтың натюрморты, 2003 жылғы Ботагөз Ақанаевтың Күміс натюрморты және тағы да басқа көптеген суретшілер. Олар осындай туындылармен натюрморт жанрының шеберлері атанды.
Сурет салу кезінде түстерді қолдану тәсілдері сақталу керек. Жылы түстер мен суық түстерді қатар алып жүру, ашық түстер мен қою түстерді орынды қолдану және алдыңғы артқы кеңістікті көрсету заңдылықтарын сақтау өте маңызды.